Қазақ тілі 16 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Мен сендерге ауызша айтамын, сендер соны қайта көріп, немесе тыңдап, түсінбеген жерлеріңді комментарияға жазып сұрауларыңа болады. 60 тапсырма, мысалды түсініп оқы. Жер тауға шағынды. Менің үстімде не болып жатыр, білемісің? Адамдар аяуды қойды. Бетімде бейберекет айғыздап бітті. Тұқымдары құрып біткен аң құстарым мынау. Сулап жатқан теректерім анау. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің көз жасы мөлтілдеп шық болып құйылды. Жер жылап жатты. Мен қайтейін, деді тау күңіреніп. Бәрінде көріп тұрмын. Бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де халім мүшкіл. Тау күрсінді. Мысалдағы негізгі ойды тап. Автор осы мысал арқылы не айтқысы келді? Автор бұл мысал арқылы табиғатты аялауды, табиғатқа жақсы қарауды, табиғатты көгалдандыруды айтқысы келді. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөзбен алмастырып көр. Құрғады. Бұл жерде қарамен жазылған сөз құрғады. Бұл сөзді біз айнала жасыл желекке бөленді деп алмастырсақ болады. Мысалды ары қарай жалғастырып көр. Бұл үшін тау мен жұбату сөзімен толықтыр. Үшінші кейіпкерді адамды әңгімеге қосып, ол туралы айтылатын ой бөлігінде кешірім сұрау сөздерін қолдан. Мысалды ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл жерде біз айта аламыз. Тау күрсінді. Адам келіп, не болды? Деп айтады. Сол кезде олар өзінің ішіндегі дертін адамға айтып, адам олардан кешірім сұрап, енді сол қателіктерін түзету үшін айналаны көгалдандыратындарын және де суды ысырап етпей, үнемдеп істетіндіктерін айтып түсіндірді. Құраған ой бөлігіңді дәптерге жаз. 61 тапсырма. Мәтінге ат қой. Ағасы Мирас пен Әлімге алма үйлестірді. Мирас, рахмет. Ағасы, уақасы жоқ. Ал Әлім үндемеген қалпында тұра берді. Мирас, Әлім, сен неге рахмет айтпайсың? Әлім, ағам, уақасы жоқ деді ғой. Уақасы жоқ деген қандай мағына береді? Уақасы жоқ деген бізде рахмет айтқаннан кейін айтылатын сөз, яғни есебі жоқ деген сияқты мағынаны береді. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңді комментарияға жазып сұрауларыңа болады.